Атом әдеттер 18-ші бөлім. Талант туралы шындық. Адамның гені қай кезде маңызды, қай кезде маңызсыз. Майкл Фелпстің кім екенін бәріңіз білетін шығарсыздар. Оны адамзат тарихындағы ең ұлы атлеттердің бірі деп айтуға толықтай негіз бар. Фелпстің жүзу спортынан Олимпиада ойындарында жеңіп алған алтын медалінің саны басқа спорт түрлерінен алтын иеленген кез келген спортшының жүлдесінен асып түседі. Хишам Аль-Герруждың есімі көпшілікке аса таныс емес. Дегенмен ол да өз заманының ұлы атлеті болған. Аль-Герруж марокколық желаяқ, Олимпиада ойындарының 2 дүркін жеңімпазы. Спорт тарихындағы орташа қашықтыққа жүгіруден ең талантты желаяқтардың бірі. Ол 1 мильге, 1500 метрге және 2000 метрге жүгіруден Олимпиада рекордшысы деген атақты ұзақ жылдар бойы сақтап келген. Афинада өткен Олимпиада ойындарында 1500 және 5000 метрге жүгіруден алтын медаль иеленген. Осы екі атлет бір-біріне мүлде ұқсамайды. Біреуі жүзу спортының шебері болса, екіншісі жеңіл атлетика спортының кәнігі маманы. Сонымен бірге екеуінің бойы да екі түрлі. Аль-Герруждың бойы 175 см болса, Фелпстің бойы 193 см. 20 см айырмаға қарамастан, Майкл Фелпс те, Хишам Аль-Герруж де ұзындығы бірдей шалбар киген. Ол қалай дейсіз ғой? Фелпс ұзын бойлы болғанымен аяқтары айтарлықтай қысқа және кеудесі ұзын. Оның дене бітімі нағыз жүзгіштерге тән. Керісінше, Аль-Герруждың бойы қысқа болғанына қарамастан, аяқтары тым ұзын да, кеудесі қысқа. Әсілінде, нағыз желаяқтар осындай болса керек. Енді осы екі даңқты атлет спорттағы бағыттарын алмастырып алды деп елестетіңіз. Қандай талантты спортшы болғанына қарамастан, Майкл Фелпс қанша жаттықса да, Олимпиада деңгейіндегі желаяқ атана ала ма? Күмәнді. Майкл Фелпстің ең ауыр салмағы 88 келі болған. Бұл көрсеткіш 63 келі тартатын Аль-Герруждың салмағынан 40%-ға артық. Бойы ұзын желаяқтардың салмағы да ауыр болады. Әрбір артық келі желаяқтарға кедергі келтіреді. Егер Фелпс ең мықты атлеттермен бірге жүгірсе, алғашқы айналымдағы орта жолда қалар еді. Бір жағынан, Аль-Герруж адамзат тарихындағы ең әйгілі желаяқтардың бірі атанғанымен, өмірінде бір рет болса да жүзуден Олимпиада ойындарына қатыса алмас еді. 1976 жылдан бері ерлер арасында 1500 метрге жүгіруден Олимпиаданың алтын жүлдесін алғандардың орташа бойы 178 см болған. Ал ерлер арасында еркін әдіспен 100 метрге жүзуден Олимпиада чемпиондарының бойы орташа есеппен 193 см. Жүзгіштердің әдетте бойы да, жауырыны да, қолы да суға жүзуге ыңғайлы, яғни ұзын болады. Олардың ортасында Аль-Герруж бассейнге секірмей тұрып-ақ жарысқа жарамсыздар қатарына ілігер еді. Осы секілді сіз де табысқа жету мүмкіндігін арттырғыңыз келсе, бәсекеге қабілетті бола алатын ортаны табуыңыз керек. Спортта немесе бизнесте ғана емес, әдет қалыптастыруда да бұл кеңесім орынды. Әдеттер жан рақатына себеп болса, табиғи қарым-қабілетіңізбен астасып, мүмкіндігіңізбен үйлесіп жатса, көздеген әдетті қиналмай қалыптастыра аласыз. Майкл Фелпстің жүзуді, Хишам Аль-Герруждың жүгіруді таңдағаны сияқты, сіз де қолыңыздан келетін өзіңізге қолайлы спортты таңдаңыз. Бұл стратегияны ұғыну үшін адамдардың қарым-қабілеті тумасынан әртүрлі болады деген ақиқатпен келісу керек. Кейбіреулер бұл фактіні мойындағысы келмейді. Бір қарағанда, гендер жиынтығы айқын, сондықтан оны бақылауда ұстау мүмкін емес те көрінеді. Оның үстіне биологиялық детерминизм дегенде түсінік бар. Ол бойынша бір адамдардың табысты, немесе екінші біреулердің өмірден жолы болмай өтуі оның табиғатына, тегіне байланыстымыз. Қалай дегенмен, адам генінің оның мінез құлқына әсері туралы мұндай тұжырымдармен келісе алмаймын. Генетиканың мықты жақтары келесі қырынан қарағанда, оның осал тұсы болып шығады.
Гендер жиынтығын оңай өзгерте алмайсың. Яғни, қолайлы ортада ол сіздің артықшылығыңызға айналса, басқа бір жағдайда ол кемшілігіңіз болуы бек мүмкін. Мәселен, сіз баскетбол ойнағыңыз келсе, 2 метр бойыныңыз осы мақсатқа жетуге көмектеседі. Ал гимнастикамен айналысқыңыз келсе, ұзын бойыңыз оған кедергі болмақ. Қоршаған орта адам генінің жарамдылығын бағамдап, тума таланттардың қай салада оза шабатынын айқындайды. Орта өзгерген кезде, оның табысқа жету-жетпеу көрсеткіші де түрленіп отырады. Бұны физикалық тұрғыдан ғана емес, интеллектуалдық тұрғыдан да әділетті бағаға жатқызуға болады. Адам әдеттері мен мінез құлқы туралы сұрасаңыз, мен сізге көптеген пайдалы ақпарат айтып беремін. Ал егер тоқыма, зымыран қозғалтқыштары немесе гитараның аккордтары туралы сұрасаңыз, тосылып қалуы мүмкін. Біліктілік сала мазмұнына да қатты тәуелді. Бәсекелестік жоғары кез келген саладағы көшбасшылар жақсы дайындықтан өтіп қана қоймай, атқарып жүрген міндетіне толықтай сай келеді. Сондықтан сіздің мақсатыңыз шынымен биік жетістікке жету болса, талантыңыздың әжетке қарайтын саласын дұрыс таңдай білуіңіз керек. Бір сөзбен айтқанда, адамның гені оның тағдырын айқындай алмайды. Ол сізге қолайлы мүмкіндіктер ашатын саланы анықтауға көмектеседі. Белгілі физик Габор Мате гендер бейімделуге көмектеседі, бірақ болашағын алдын ала анықтамайды дейді. Қандай да бір салада әдет қалыптастыру ләззат сыйлайтын болса, генетикалық тұрғыда сол салаға бейімделу мүмкіндігіңіз жоғары болады. Өзіңізге қызықты, сонымен бірге табиғи қарым-қабілетіңізге сәйкес келетін саланы таңдағаныңыз жөн. Сонда ғана мүмкіндігіңіз бен ұмтылысыңыз ұштасады. Осы жерде маған қай сала пайдалы екенін қалай анықтаймын, маған ғана сәйкес келетін мүмкіндіктер мен әдеттерді қайдан табамын деген сұрақ туындауы заңды. Бұл сұраққа жауап іздеу үшін әуелі өзіңіздің қандай тұлға екеніңізді анықтап алуыңыз керек. Тұлғалық қасиет әдеттерге қалай әсер етеді? Әрбір әдетте геннің аздаған әсері бар. Тіпті гендер мінез құлқымызға да әсер етеді. Теледидарды қанша сағат көретініңізден бастап, некеге отыру немесе ажырасу мүмкіндігіңізге, тіпті есірткіге, алкогольге және никотинге бейімдігіңізге дейін геннің ықпал ететіні дәлелденген. Сіз билікке қаншалықты бағыныштысыз, немесе білікшілсіз? Күйзеліске түссеңіз осалдық танытасыз ба, әлде төзімдісіз бе? Сыртқы факторлар сізге қалай әсер етеді? Тіпті концертте қаншалықты құлшынып немесе ішіңіз пысып отырады? Осының бәрі адам геніне байланысты. Лондондағы Royal колледжінің мінез құлық генетикасы бойынша білікті маманы Роберт Пломен бірде маған, біз генетикалық қасиеттердің тұлғалық белгілері бар ма, жоқ па дегенді тексермейтін дәрежеге жеттік. Өйткені олардың ішінен біздің генімізге әсер етпейтін бірде-бірін таппадық деді. Сіздің бойыңыздағы генетикалық қасиеттердің бірегей жиынтығы сізді белгілі бір тұлға түріне жатқызады. Тұлғалық ерекшелігіңіз әртүрлі жағдайларға байланысты өзгеріп отыратын мінездемелеріңіздің жиынтығы. Үлкен бестік деп аталатын тұлғалық ерекшеліктерге жасалған ғылыми талдаудың тексерілген сызбасы бұл белгілерді мінез құлықтың 5 түрлі шоғырына бөліп қарастырады. Бірінші, тәжірибеге ашықтық, қызық құмарлық және жасампаздықтан сақтық пен жүйелілікке дейін. Екінші, адалдық, ұқыптылық пен нәтижеліліктен уайымсыздық пен албырттыққа дейін. Үшінші, экстраверттік, бастамашылдық пен қақтыгездіктен жалғыздық пен тұйықтыққа дейін. Экстраверттер мен интроверттер болып бөлінетіні туралы естіген шығарсыз. Төртінші, тіл табысу, жылы шырай мен қайырымдылықтан менмендік пен жат болуға дейін. Бесінші, невротизм, уайымшылдық пен сезімталдықтан сабырлылық пен тиянақтылыққа дейін. Аталған 5 мінездеменің де биологиялық негізі бар. Мәселен, экстраверттік қасиетті туғаннан бастап байқауға болады. Егер ғалымдар балалар мекемесінде тарсылдаған дыбыс шығарса, кейбір балалар дыбыс шыққан жаққа жалт бұрылады, ал енді бірі теріс айналып кетеді.
Одан соң ғалымдар бұл балалардың ары қарайғы өмір тарихын зерттеген. Сөйтсе, жалт бұрылған балалар экстраверт болып өскенде, теріс айналған балалар көп жағдайда интроверт болып шығыпты. Тіл табысқыш адамдар мейірімді, биязы және айналасына ілтипатты келеді. Олардың әлеуметтік қарым-қатынас орнатуда маңызды рөлге ие, өзгеге деген сенімін күшейтетін және табиғи антидепрессант қызметін атқаратын гормон табиғи окситоцины көп болады. Окситоцин деңгейі жоғары жандар алғыс хат жазу немесе әлеуметтік шараларды ұйымдастыру сияқты әдеттерді қалыптастыруға бейім екені айтпаса да түсінікті. Үшінші мысалға невротизмді алайық. Невротизм әртүрлі деңгейде болса да кез келген адамға тән даралықтың белгісі. Невротизмі жоғары адамдар көп жағдайда басқалармен салыстырғанда мазасыз, уайымшыл келеді. Мұндай белгі қауіпті ажыратуға жауап беретін мидың бөлшегі, миышықтағы бадамша бездерінің асқан сезімталдығымен байланысты делінеді. Бір сөзбен айтқанда, қоршаған ортадағы теріс стимулдарды сезу қабілеті жоғары адамдарда невротизм белгілері басым болады. Әдеттерді анықтайтын тұлғалық қасиеттеріміз ғана емес, сонымен бірге геніміз де қажетті бағыт-бағдар беріп отырады. Санамыздың түкпірінде орын тепкен таңдауымызға байланысты кейбір әрекеттерді жасау бірімізге оңай болса, енді бірімізге қиын. Сіз басқаларға ұқсамағаныңыз үшін ешкімнен кешірім сұрауға, немесе өзіңізді кінәлі сезінуге міндетті емессіз. Дегенмен оны кемшілік деп есептесеңіз, жоюға тырысыңыз. Мәселен, адамгершілігі төмен адам табиғатынан тәртіпсіздікке бой алдыруға бейім болуы мүмкін. Сонымен бірге, ол жақсы әдеттен таймау үшін көп жағдайда қоршаған ортасын өзгерткісі келеді. Адамгершілігі төмен оқырмандарыма тағы да ескертемін. Ортаны өзгерту жайында 6 және 12 тарауда әңгімеледік. Бұдан шығар негізгі түйін. Мүмкіндігінше табиғи болмысыңызбен үйлесетін әдеттер қалыптастыруға тырысыңыз. Біреулер бодибилдинг жаттығуларына бар күшін салып жатады. Бірақ сіз альпинизмді, ескек есу немесе велосипед спортын жақын тұтсаңыз, жаттығу жоспарын сол салаларға ыңғайлы етіп құрған абзал. Достарыңыз көмір суы аз диетаға отырған уақытта, оларға себепсіз қосылып кете салуға болмайды. Өйткені сізге майы аз тамақтар жеу тиімдірек болуы мүмкін. Кітапты көп оқығыңыз келеді, бірақ ғылыми танымал әдебиеттерден гөрі сезімдерге толы романдарды жақсы көрсеңіз, өз қалауыңыздан бас тартпаңыз. Жаныңыз қандай кітапты қаласа, соны оқыңыз. Сіз қоршаған ортаның қалауымен әдет қалыптастыруға міндетті емессіз. Көпшілік ұстанып жүрген әдеттерді емес, өзіңізге ыңғайлы әдеттерді таңдаңыз. Кез келген әдет сізге өзінше қуаныш пен өзінше ләззат сыйлайды. Соны табыңыз. Әдет толық қалыптасу үшін ол сізге ұнауы шарт. 4-ші ереженің өзегі осыған саяды. Әдеттердің толғаныңызбен үйлескені жақсы, бірақ мәселе онымен бітпейді. Сіздің табиғи артықшылықтарыңызды сипаттайтын жағдайларды анықтап, зерттеп көрейік. Табысқа жеткізетін төл ісіңізді қалай таңдаса болады? Мотивацияны сақтап, өзіңізді табысты адам ретінде сезіну үшін сізді жеңіске жетелейтін төл ісіңізді таңдау өте маңызды. Теориялық тұрғыдан алсақ, адам кез келген істен ләззат ала алады. Тәжірибе жүзінде ең оңай істен алған ләззат есте жақсы сақталады. Белгілі бір салада ғана талантын шыңдаған адамдар сол саланың білгірі атанып, жақсы жұмыс істеген үшін мақтауға ие болады. Олар үнемі ынталы жүреді. Өйткені басқалар жолы болмаған жерде жетістікке жетеді. Олардың қарым қабілеті жоғары бағаланады. Соның арқасында дамудың жаңа сатысына көтеріледі. Бұл жағдай адамның көңіл күйін көтеріп қана қоймайды. Сонымен бірге оны одан сайын сапалы жұмыс істеуге ынталандырады. Сөйтіп, ізгі шеңбер, зиянды шеңбердің орнына пайда болады. Дұрыс әдетті таңдасаңыз, алға басу оңайға соғады. Ал қате әдетті таңдасаңыз, үздіксіз күресуге мәжбүр боласыз. Енді дұрыс әдетті қалай таңдаймыз деген сұраққа келейік. Алдымен 3-ші ережеде айтылған қиындатпаңыз деген тапсырманы еске түсіріңіз. Қате әдетті таңдау күрделі жолды таңдады деген сөз. Әдет қалыптастыру оңай болса, табысқа да тез жетесіз.
Сіз табысты болсаңыз, көңіліңіз қанағаттанады. Тағы бір ескертетін жаңа деңгей бар. Егер сіз ұзақ мерзімді жоспар құрсаңыз, келешекте өзіңізді жан-жақты дамытып, жетіле бергіңіз келсе, кез келген салада қиындықтар туындайды. Күндердің күнінде өзіңіз таңдаған жолдың, саланың немесе спорттың бойыңыздағы дағдыларға сәйкес келетініне көз жеткізуді қажет ететін сәт туады. Оны қалай тексеруге болады? Көбіне қателіктерден сабақ алу арқылы көз жеткізетін боласыз. Мұндай стратегияның кемшін тұсы бар. Өмір қысқа. Таңдаған әрбір жолдың дұрыстығына көз жеткізіп отыруға, өмірлік серік болуға, үмітті адамдардың бәрімен кездесуге баруға, және әрбір музыкалық аспапта ойнап үйренуге уақытыңыз жетпейді. Мұндай кезде тығырықтан шығатын бір жол бар. Оны зерттеу немесе пайдалану дилеммасы деп атаймыз. Кез келген қызметке енді кіріскен уақытта зерттеу кезеңі деп аталады. Адамдармен араласа бастағанда оны сынау кезеңі деп атайды. Колледжде ол еркін өнер деп аталады. Бизнесте жеке сынақ кезеңі деп атайды. Оның мақсаты түрлі нұсқаларды сынап көру, идеялардың ауқымды спектрін зерттеу, жалпы мағынасында құлашты кеңге жаю. Алғашқы зерттеулер кезеңінен кейін сіз тапқан ең ұтымды шешімге зейін қоясыз. Алайда, ара-тұра тәжірибе жасап тұруды жалғастыра бересіз. Ұтасыз ба, ұтыласыз ба, теңгерім соған орай белгілі болады. Егер дәл қазіргі уақытта ұтсаңыз, сол әдісті қолдана бересіз. Ұтылсаңыз, одан әрі зерттей бересіз. Келешекте өз пайымыңызша шамамен 80-90% жағдайда ең жақсы нәтиже беретін стратегия бойынша жұмыс істеп, қалған 10-20% уақытты зерттеуге арнағаныңыз жөн. Өздеріңіз білетіндей, Google компаниясы қызметкерлеріне жұмыс уақытының 80%-ын ресми жұмысты өткізіп, қалған 20%-ын өзі таңдаған жобаларға арнауды ұсынады. Соның арқасында бүгінде AdWords және Gmail сияқты атышулы бірегей өнімдер дүниеге келді. Тиімді нұсқаны бос уақытыңыздың көлеміне қарай ыңғайластыра аласыз. Мәселен, қызметке алғаш орналасқан уақытта бос уақытыңыз көп болса, зерттеу жұмыстарымен еркін айналасуға мүмкіндік туады. Өйткені өзіңізге не керегін тауып, жаныңыз не қалайтынын түсінсеңіз, оны пайдалануға уақытыңыз жеткілікті болады. Ал уақыт жетпей, үлгермей жүрсеңіз, мәселен жобаны тапсыратын уақыт жақындап қалса, дәл сол сәтте табылған ең дұрыс шешімді тезірек кәдеңізге жаратып, нәтиже шығарыңыз. Түрлі нұсқаларды зерттеу барысында әдеттер шеңберін тарылтып, сізге ләззат сыйлайтын іс-әрекеттердің ауқымын мейлінше ықшамдау үшін өзіңізге мынадай сұрақтарды жиі қойып тұрғаныңыз абзал. Біреулер ауыр жұмыс санайтын, ал маған ләззат сыйлайтын міндет қайсысы? Егер сіз нақты қандай міндетті орындау үшін жаралғаныңызды анықтағыңыз келсе, оны ұнатқаныңызға емес, басқалар шыдамаған қиындығына төзе алатындығыңызға назар аударыңыз. Сіз ләззат алатын жұмысты орындауға басқалар қинала ма? Сізге оңай тиетін қандай да бір міндеттің жүгін көтеруге біреулердің қиналып жүргенін көрсеңіз, демек сіз осы жұмыс үшін жаралған адамсыз. Сіз қай кезде уақыттың тез өткенін байқамай қаласыз. Ағыс адамның алдына қойған міндетіне ес-түссіз беріліп, содан басқа ештеңені ойламай, басқа дүниенің бәрін екінші орынға ысырып тастайтын психикалық күй. Көпшілік алдына шыққан сәтте, атлеттер мен артистер дәл осы ғажап күй мен жоғары нәтиженің ұштасуын бастан кешіреді. Ағыс халіне түскен уақытта істеп жатқан жұмыстан қандай да бір дәрежеде ләззат алмау тіптен мүмкін емес. Қай салада басқа адамдармен салыстырғанда жоғары нәтижеге жете аламын? Біз өзімізді үнемі басқалармен салыстырып өмір сүреміз. Салыстырған уақытта олардан биік екеніңізді сезінсеңіз, бұл сізге әлбетте ләззат сыйлайды. Мен jamesclear.com сайты үшін алғаш мақала жаза бастағанымда, электрондық поштамдағы мекенжайлар тізімі тез арада көбейіп шыға келді. Бұл істі мен ғана жақсы атқара алатыныма сенімім жетпеді. Дегенмен, жанымдағы әріптестерге қарағанда тезірек нәтиже шығарғанымды көріп, өз ісімнен мотивация алдым. Маған қандай іспен айналысқан оңай? Осы уақытқа дейін алған тәрбиеңізді бір сәтке ұмытыңыз. Қоғам пікіріне назар аудармаңыз.
Басқалар менен қандай үміт күтеді деп бір сәтке ойламаңыз. Жүрегіңізге жүгініп, өзіңізден жаным нені қалайды? Мен өзімді қай кезде бақытты сезіндім? Қай уақытта өзімді тапқандай күй кештім деп сұраңыз. Біреуге жағынайын, басқалардың алдында жақсы көрінейін деп мүлде ойламаңыз. Екі ойлықтан арылып, өзіңізге сын көзбен қарауды доғарыңыз. Тек қана іште елігіп, ләззат алуға тырысыңыз. Егер сіз дәл қазір өзіңізді бақытты сезінсеңіз, тура жолды тапқаныңыз. Шындығы сол. Осы айтылғандардың жартысы әр адамның бағына да байланысты. Майкл Фелпс пен Хишам Аль-Гируждың маңдайында 5 елі бағы бар. Олар өздері өмір сүретін қоғамда жоғары бағаланатын бірегей қабілетпен туып, сол қабілетін дамытуға және паш етуге тамаша орта таба білді. Адам баласының бұл ғаламшардағы ғұмыры шектеулі және шынайы ұлылыққа талмай, еңбек етіп қана қоймай, бастағы бағын бағалап, мүмкіндігін дер кезінде пайдалана білгендер жетеді. Алайда сіз баққа сенбейтін адам болсаңыз ше? Егер жеңіске жетелейтін істі таба алмасаңыз, оны өзіңіз ойлап табыңыз. Дилберт комикстер сериясының авторы Скотт Адамс, әрбір адамның бойында бірнеше қасиет болады. Шындап кіріссе, соларды ұштастыру арқылы тізімнің жоғары 25%-на көтеріле алады. Мәселен, мен суретті көп адамнан жақсы саламын, бірақ өзімді суретшімін деп атамаймын. Оның үстіне мен қабілеті орташа, ешқашан жұлдыз атана алмайтын стендап комикстерден күлкілі емеспін. Бірақ көппен салыстырғанда басқаларды күлдіру шеберлігім жоғары. Мұның сиқыры суретті жақсы салып, оған қоса әзіл ойлап табатындар көп емес. Осы екі факторды ұштастырудың арқасында өзімді сирек кездесетін талантты адамдар қатарына жатқызамын. Оған бизнестегі тәжірибемді қоссам, бизнестің тілін түсінбейтін өзге карикатурашылармен салыстырғанда менің айтарым бар деген. Сіз бір істі басқалардан кем жасасаңыз да, енді бір істі артық жасап, өзгелерге ұқсамайтын бірегей жан екеніңізді көрсетесіз. Дағдыларыңызды ұштастырсаңыз, бәсекелестер азаяды. Соның арқасында көпшілік ортада ерекше жан болып көрінесіз. Ойынның ережесін өзгертіп, генетикалық ерекшеліктеріңізді немесе көп жылдық тәжірибеңіздің әсерін бәсеңдетуге болады. Жақсы ойыншы басқалармен бірге ойнай жүріп жеңімпаз болуға талпынады. Ал ұлы ойыншы мықты қасиеттерін паш етуге қолайлы ойынды өзі ойлап табады да басқаларды басып озады. Колледжде жүргенде мен өзіме жақын пәнді ойлап таптым. Бұл физика, химия, биология және анатомияны қамтып, биомеханика деп аталатын пән. Менің физика немесе биологияның үздік мамандарының арасында оқ бойы озық болуға қабілетім жетпейтін. Сол себепті өзімнің жеке ісімді ойлап таптым. Ол маған ғана арналған іс болғандықтан, өзіме қызықты оқу курстарына ғана қатысатынмын. Сол уақытта оқу мен үшін күрделі міндеттен гөрі қызықты ойынға ұқсайтын. Сонымен бірге маған өзімді басқалармен салыстыру деп аталатын тұзақтан айналып өту оңай болды. Оның үстіне біреу артық, біреу кем деп салыстыратындай, мұндай курстар топтамасына менен басқа ешкім қатысқан жоқ. Мамандыққа машықтану сәтсіз генетиканың кездейсоқ салдарын жеңуде таптырмас әдіс. Адам белгілі бір дағдысын дамытуға бүкіл өмірін арнаса, оған ешкім бәсекелес бола алмайтын дәрежеге жетеді. Культуристер ортанқол армрестлерден мықтырақ. Алайда ең көп жаттыққан культуристің өзі армрестлинг сайысына қатысса, қабілетті ортанқол армрестлерден жеңіліп қалады. Өйткені оған айрықша күш керек. Бойыңызда туа біткен талантыңыз болмаса да, тәжірибенің арқасында жекелеген санаттың үздіктері қатарынан көрінсеңіз, көп жағдайда жеңіс сіздің еншіңізге бұйырады. Суға картоп қайнатсаңыз жұмсарады. Жұмыртқа қайнатсаңыз қатаяды. Сіз картоп немесе жұмыртқа болуды шеше алмайтын шығарсыз. Бірақ қарым қабілетіңіз бен ашатын саланы таңдауға хақыңыз бар. Егер өзіңізге қолайлы орта тапсаңыз, кедергілердің бәрін көмекшіңізге айналдырып, жағдайды өз қалауыңызша өзгерте аласыз. Ген мүмкіндігін мейлінше пайдалану жолдары. Геніміз бізді ауыр еңбектен құтқармайды, керісінше айқындай түседі. Қай жерде тер төгуіміз керектігін нұсқап отырады.
Бойыңыздағы ең мықты қасиеттің не екенін анықтағаннан кейін уақытыңыз бен күш-қуатыңызды қай бағытта жұмсау керектігін түсінесіз. Қандай мүмкіндіктерге назар аударып, қай жерде кедергіден айналып өту керектігін алдын ала білесіз. Мінез-құлқыңызды, табиғатыңызды қаншалықты жақсы түсінсеңіз, стратегияңыз да соншалықты жақсы болады. Биологиялық ерекшеліктер маңызды. Дегенмен өзіңізді біреумен салыстыра бергенше, мүмкіндігінше әлеуетіңізді жүзеге асыруға көңіл бөлгеніңіз дұрыс. Кез келген мүмкіндік шектеулі деген факт сіздің өз қабілетіңіздің шегіне жеткеніңізді білдірмейді. Адамдар мүмкіндігіміз шектеулі дегенді әбден мойындағаны сонша, ең болмағанда сол шекке жету үшін де күш салғысы келмейді. Оның үстіне ешқандай еңбек етпесеңіз, геніңіз сізді өз-өзінен табысқа жеткізбейді. Гимнастика залынан бұлшығыты болтық атлет көрсеңіз, гені мықты деп ойлауыңыз әбден заңды. Алайда сіз сол адам сияқты ұзақ жыл жаттықпасаңыз, геніңіздің жақсы немесе нашар екенін анықтай алмайсыз. Егер өзіңіз табынатын жанға еліктеп, тынбай еңбек етпесеңіз, олардың жетістігін жай ғана сәйкестік деп ойлауыңыз мүмкін. Бір сөзбен айтқанда, әдеттер келешекте сізге ләззат сыйласын десеңіз, өзіңіздің жеке қасиеттеріңіз бен дағдыларыңызға сәйкес келетін іспен айналысыңыз. Өзіңізге оңай соғатын әдетті қалыптастыру барысында тынбай жұмыс істеңіз. Түйін. Мейлінше жоғары жетістікке жеткіңіз келсе, өз салаңызды дұрыс таңдаңыз. Дұрыс әдетті таңдасаңыз, алға жүру оңайға соғады. Қате әдетті таңдасаңыз, өмір бойы үздіксіз күресумен өтесіз. Геніңізді өзгерту мүмкін емес. Қолайлы ортада геніңіз өзіңізді ерекшелесе, қолайсыз ортада кедергі болуы мүмкін. Әдеттер сіздің табиғи қарым-қабілетіңіз бен икеміңізге сәйкес келсе, қиындық көрмейсіз. Өзіңізге сәйкес келетін әдеттерді таңдаңыз. Жеңіске жол ашатын саланы таңдаңыз. Ондай болмаса, өзіңіз ойлап табыңыз. Геніміз бізді ауыр еңбектен құтқармайды. Ол бізге қай салаға көбірек күш салу керектігін нұсқайды.